Қайрат Рысқұлбековтың ақтық сөзі. Желтоқсан оқиғасының құрбандарының бірі Қайрат Рысқұлбековтың ата-анасына жазған соңғы хаты мен сот залында айтқан әйгілі ақтық сөзі һәм өсиет аманаты кімді де терең толғанысқа, тебіреніске қалдырары сөзсіз. Ендеше бірге тыңдайық. Иә, мен сіздерден еш жасырмаймын. Мен 18 желтоқсан 1986 жылы алаңға бардым. Көпшілікпен бірге. Барғанда да Қонаевтың күйін күйттеп барған жоқпын. Тек қана ол жерге барған себебім, бар мақсатым, біріншіден ол жерде не болып, не істеп, не қойып жатқанын өз көзіммен көру болды. Екіншіден, алаңда қазақтың уыздай жас қыздарын ұрып-соғып, өлтіріп жатыр дегенді елден естіген соң, өз басым қолымды жайып, күл болмасаң біл бол деп отыруға еркектік ар-намысым еш жетпеді. Ер қатарында ер қара боп, саны бар сапасы жоқ боп, ербеңдеп жүрген намыссыз еркек мен емеспін. Құдайға шүкіршілік, менің де көркейген кеудемде нағыз ерге лайық намыс баршылық. Оның үстіне қыздың жолы жіңішке деген. Менің түсінігімше әйел адамға ер адамдар тұрмақ, аң екеш аңдардың, хайуандардың еркегі де ұрғашысына мүйіз, я болмаса тұяғын көтермейді. Ал біз бәріміз де аң емес, адамзаттың ұлы адамбыз. Сондықтан ер адам әйел затына қол көтеріп, қол жұмсауға тиіс емес, әуелі еш правысы жоқ. Міне, қысқаша айтқанда, осындай түсінікпен әйел затына ер болып өз қолшымды беріп, көмектесуге, оларды арашалап қорғау үшін барғаным рас. Сол жерде қолымнан келгенше бір көмегімді бергенім де рас. Ол үшін әлі күнге дейін еш өкінбеймін. Керісінше үлкен мақтаныш тұтамын. Бірақ та бір Құдай өзі куә, адам баласын еш өлтіргенім жоқ. Мұндай айуандық жасаудың өзі сормаңдай менің қолымнан келмейді. Еш уақытта, еш қашанда. Ал әйел затына айуандықпен қол көтеріп, шашынан тартып, көкпарша сүйреген үшін бір милицияны ұрып соққаным өте рас. Ол адам күні бүгінге дейін аман есен зыр жүгіріп жүр. Өз қолыммен жасаған бар теріс қылық, бар қылмысым осы ғана. Елбең жүгірген, ебелек отқа семірген, арғымақ мінген жаратып, ақ сауыт киген темірден, алатаудай бабалар әруағыңмен жебей көр. Ұлы Ленин бабамыз қатарға тең деп тартқан соң, компартия басқарып, достық отын жаққан соң, аға дедік орысты, әділдігі жаққан соң. Ал енді қазір неткен күн, орыстан ынсап кеткен күн, тізесі қатты батқан соң, шыдамастан ақыры, қарғыс атқан алаңда, қарғыс атқыр жеткен күн. Қаймана қазақ қамы үшін, қарусыз шықтық алаңға, алыстан әскер алдырып, қырып салдау табанда. Сөйлесем даусым жетпейтін, кез болдық мынау заманға. Шовинизм еді ғой, басты себеп жанжалға. Екі жүзің қырылып, екі жүзің ұрылып, екі жүзің сотталып, жоқтаусыз кетіп барасың. Қатарым жусап қалғанда, қыршынымнан қиылып, солармен бірге өлсем шай. Артта қалған атанам, арулап қолдан көмсең шай. Тұтқынға түстім жаутаңдай, жоламай ешкім қасыма. Бара қалсаң сәлем айт, сырттағы құрбы досыма. Ақтық сөзің не деген? Бүгін қойды сот сұрақ. Айтайын оны халқыма, жоқ пиғыл менде жасымақ. Қорлай да беріп қайтадан, титыққа орыс жетпесін. Туған жердің намысы бөтен қолда кетпесін. Салт санадан айрылып, арақтан ұрпақ азбасын. Ел көркейтер азамат қызғаныштан тозбасын. Абай туған жерінде бомбасын атым жармасын. Құлып тасты қиратып,
өлігіңді қазбасын. Өз ұлтыңның басшысын орнынан сүйреп алмасын. Үміт еткен Мәскеуден қарадай көңілің қалмасын. Ленин салған сара жол қолдаушысыз болмасын. Барлық ұлтпен тең болып, ешкімнен көңілің қалмасын. Ендігі жерде басыңнан бірлік пен бақ таймасын. Осы айтылған ақтық сөз туың болсын әрдайым. Мойныма алып жаланы, мен болайын құрбаның. Бас аяғы сол болсын, басыңа түскен қатердің. Ақтық сөзді енді мен сотқа да бір айтайын. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар, бос торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Мен нетермін, мен келмеске кетермін. Көрмеген қош бол таңдарым, көре алмай мен өтермін. Қош аман бол артымда, ағайын туған азамат. Артымда қалған ата-анам, ел жұртым саған аманат.